Облыстық музыкалық драма театры Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Абай спектакліне дайындықтарын пысықтап жатыр. Жұмыстың реті офлайннан онлайнға көшіріліп, қашықтан жұмыс жасау режиміне ауысты. Бірақ өңірдегі мәдени ошақтар онлайн жүйесінде жұмыс істеп, көрермендерін жаңа туындылармен қуантып отырады. Елдегі жағдайға байланысты барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып, биыл театр ұжымы 2 жаңа қойылымды сахналады. Қуыршақ театрда 3 жаңа туындымен кішкентай көрермендерін қуантты. Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармонияда жыл соңына дейін 12 концерт қоюды жоспарға енгізген. Маман тапшылығы болады, өйткені мысалға мынау театрда да, филармонияда да, басқа клуб мекемелерінде де біздер енді кәсіби деңгейдегі мамандар, бұл әртүрлі жарықпен жұмыс жасайтын мамандар, режиссерге көмекші болатын мамандар, оркестрда отыратын мамандар, олардың жетіспеушілігі әлі күнге дейін бар. Айта кетейік, 2021 жылы Мұнайлы ауданы мен Жаңаөзен қаласының Рахат ауылынан мәдениет үйін пайдалануға беру жоспарланған. Ал 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Түпқарағандағы Мұрын жырау атындағы музей жаңа ғимаратқа көшіріледі.